Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде белгілі суретші Ғани Баяновтың жеке көрмесі ашылды. Онда суретшілер мен өнер танушылар өз ойларын ортаға салды. Акварель техникасының жетік меңгерген суретшінің көрмесін тамашалауға халық көп жиналды. Көрменің мақсаты да акварельдің мүмкіндігін көрсетіп, оның ештеңеге бағынбайтын дербес материал екенін дәлелдеу болатын. Талантты кескіндемешінің айрықша мәнге ие картиналар топтамасы шомылушы әйелдер деп аталады. Әйел жанының нәзіктігі мен пластикасын жеткізетін бұл суреттер өз бойына бір құпияны бүгіп қалғандай әсер қалдырды. Әрбір туынды ішкі толғанысқа философиялық ой өлеңмен өріліп, қаншалықты бай болса, туынды өз көрермені үшін соншалықты тартымды болмақ. Акварельмен сурет салу суретшіден мұқияттылық пен биік талғамды талап етеді. Ғани Баянов Қазақстанда дамуы кенжелеп қалған осы өнердің кеудесіне жан бітіріп, көрермен көңілін қылғалам арқылы қозғаған дарынды тұлға. Оның шеберлікпен орындалған туындыларын халық асқан жылылықпен қабылдады. Ғанидың бұл қазір көріп отқан жұмысында мынандай бір артықшылығы бар. Орыстың тілінде нюанс деген сөз бар. Ол нюанс деген қазақшасын мен айта алмаймын қазір. Нюанс деген сөз, ол екінің бірі соны пайдалана білмейді. Нюансқа кетсе, просто натураны копировать етеді, предметтерді заттық қасиетін сақтап қалады да, үлкен ойын рең арқылы көрсету деген жоғалып кетеді. Ал Ғанида именно сол нюанс арқылы үлкен общий тональный отношение деп айтады. Сол тонды табуы бұл Ғани Баяновтың артықшылығы. Ғани Баяновтың ішкі толғаныстары мен сезім иірімдерінен туған шығармалар көпшілік қауымға бейнелі тілмен белгісіз сырларды мәлімдеп, жиналғандардың жүзіне жылу жүректеріне ыстық сезім ұялатты.